Қайырлы күн, оқушылар. Қазір бізде дүниетану сабағы. Суретте кімдер бейнеленген? Я, балалар, дұрыс айтасыздар. Бұл жерде отбасы бейнесі көрсетілген. Ендеше бүгінгі біздің тақырыбымыз отбасының қоғам өміріндегі маңызы. Мақсаты отбасының қоғам өміріндегі маңызын дәлелдеу. Отбасы мүшелерінің функционалдық рөлін қолдау. Енді балалар, отбасы құндылықтарымен таныс болыңыздар. Оны сіздер де білесіздер. Бұлар салт дәстүр, шынайылық, ауызбіршілік, мейірімділік, адамгершілік, сүйіспеншілік, сыйластық және бір-біріне құрмет. Балалар, отбасы деген не? Ол бізге не үшін қажет? Я, отбасын бір үйде тұратын ең жақын адамдар құрайды. Отбасы үй шаруашылығына, бала тәрбиесіне пайдаланатын қаржы қаражатты бірлесе, ақылдаса отырып атқарады. Әр отбасының өз тәртібі бар. Ол қоғамға байланысты қалыптасады. Сонымен бірге отбасы өз алдына өмір сүре алатын қоғамның бір бөлшегі. Ендеше балалар, сіздерге мынадай тапсырма. Ата мен әженің отбасындағы рөлі туралы әңгімелеп беріңіздер. Сіздер бұл тапсырманы орындағанша, мен сіздерге отбасы мүшелерінің атқаратын рөлі жайлы айтамын. Балалар, біздің отбасымыздағы әкеміз отбасын асыраушы, анамыз әлеуметтік қолдаушы, ал әкеміз бен анамыз бұл біздерді, балаларды тәрбиелеуші екен. Балалар, мынадай тапсырма. Өз күн тәртібіңді отбасы мүшелерінің күн тәртібімен сәйкестендіріп көр. Енді балалар, осы сабағымызды қорытындылай келе, адамның бала кезіндегі отбасынан алған тәлім-тәрбиесі оның күнделікті ісінен байқалады. Бала өмірінің көп бөлігін отбасында өткізеді. Сондықтан ол отбасындағы ең жақын адамдары, атасы, әжесі, әкесі, анасы, ағасы және әпкесінің қамқорлығында өседі. Бала өміріндегі алғашқы тәрбиесі осы отбасынан алады. Айналасымен танысады, бақылайды, қоғамда өмір сүруді үйренеді. Жақсы балалар, енді біздің бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.